Арыс қаласында 4-6 қыркүйек күндерге жоспарланған оқу-жаттығу жиынының екінші күнінде төтенше жағдайға қатысты тиісті мекемелердің мамандары қажетті құрал жабдықтары және техникалармен Әл-Фараби атындағы орталық алаңға жиналды. Азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесін ұйымдастыруды жетілдіру, сондай-ақ басқару органдарын, күштер мен құралдарды даярлау мақсатында өткен жиынға қала әкімінің орынбасары Алмас Сұлтанов арнайы қатысып, аудандық азаматтық қорғау қызметтерінің дайындығын қарап шықты. Жиын барысында қысқы кезеңдегі ықтимал төтенше жағдайларды жою үшін құрылған авариялық құтқару қызметінің құрылымы мен құрал саймандарының есебі де анықталды. Жиын барысында энергия, газ, жылу, ауыз сумен қамтамасыз ету жүйелерінің және көлік қатынастарының жұмыс істеуге дайындығы, тәуелсіз энергиямен қамтамасыз ету көздерінің материалдық, техникалық, азық-түлік, медициналық және басқа да қорлардың жағдайы пысықталды. Сондай-ақ оқу-жаттығу барысында авариялық құтқару қызметі және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізуде шұғыл басқару алгоритмдері жасалды. Халықты шұғыл хабарландыру үшін қалалық орталықтандырылған хабарлау жүйелері, дауыс күшейткіш құралдары, теледидар және басқа да бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тарату тәртібі қаралды. Сара Кеңесбай, Сұңқар Бакиров, RTV жаңалықтары.